Қайырлы күн, аман есенсіздер бе, қымбатты менің көрермендерім. Мен бүгін осындай сыр, қазақша айтқанда ірімшік дайындайтын боламын. Міне сүтті пісіріп жатырмын, енді тұз саламын. Тұзды енді қалауымызша саламыз. Енді еріп кетсін деп араластырып жатырмын. Мендегі бұл үйдің сүті. Егер де қолдың сүті болмаса, 3% майлылықтан кем сүт алмаңыздар. Енді міне қазір литріне 2 тал жұмыртқа қосамын. Сондықтан менде 2 литр болғандықтан, 2 литр сүт болғандықтан 4 тал жұмыртқа дайындап жатырмын. Сүтті қатты қайнатып алмастан бұрын бұларды араластырып салу керек. Міне өзінше бөлек қаймақ пен жұмыртқаны өзінше араластырып аламыз. Бұл жерде 400 грамм 20% қаймақ. Міне мынаның сүттің беті міне мынадай пленка сияқты бола бастапты, енді қосуға болады. Бұны енді 5-7 минут аралығында қайнатуға болады. Ірі кәдімгідей түйіршек шығады, сарсу бөліне бастайды. Міне сүтіміз іріді. Тағы кішкене 1 минуттай қайнатқым кеп тұр. Міне енді мынаның сарсуы шықты. Міне мен бірнеше тамшы сірке суын қосып жібердім, 6%-лық. Жылдам ірей қоймағаннан кейін. Болды деп ойлаймын. Міне сарсуы бөлек шықты. Енді міне марлымызға ірімшікті сүзейін деп жатырмын. Менің ірімшігім міне іріп дайын болыпты. Енді әбден сүземіз. Бісміллә. Міне енді құйып, сүзіп марлымен түйіп қойдым. Енді біраз әбден суғанша үйдің температурасында суытып аламыз. Міне қымбатты көрермендер, менің ірімшігім қазақша дайын болыпты. Сіздерге кесіп көрсетейін. Міне нәп-нәзік сыр болыпты. Тағы да ұзақ уақыт холодильникке қойып қоюға болады. Өте дәмді екен. Сіздер де осылай дайындаңыздар. Қолдікі деген қанша дегенмен өте жақсы ғой. Қымбатты менің жаны жайсан көрермендерім, сіздерге алғысым шексіз. Қымбатты жаңадан маған каналыма қосылып жатқан көрермендеріме алғысым шексіз. Алланың нұры жаусын. Сіздерге ұнаған болса, сырым ұнаған болса, ірімшік дәл осындай етіп пісіріп жесеңіздер, қолдікі ерекше дәмді және нәзік болады екен. Міне келесі видеоға кездескенше аман сау болыңыздар.